Саламатсыздар ма, құрметті достар. Бүгін екі ұйым жас пен саруар арасындағы сайысты біз тамашалап отырмыз. Қазақ тілінің паршасы кім екенін бүгін білейік. Махаббат дегеніміз ол ұлы сезім, ол сезімдердің сезімі болып табылады. Ал осындай сезімді біз қандай жаннан айыруымыз керекпіз, оны кейін айта жатармыз. Келесізден, Назарбаев университетінің студенті. Назарбаев университетінің студенті деген ол әркімге де белгілі, ол қарапайым адам баласы. Бірақ Назарбаев университетте оқиды. Көбісі деген мен сөзді білмеймін, мен тек қана нақты факт бар. Арманым алып ұшып аспандасын, қазақ тілде сөйлетіп бар баласын. Қазақ тілде сөйлесе шешен болар, салт дәстүрге қазақтың жабылар. Өздеріңіз махаббат туралы не ойлайсыздар? Жалпы айтқанда махаббат негізі студенттерге қажет. Бізде келісеміз, ол қажет екеніне. Сіздер өздеріңіздің махаббаттарың бар ма? Сүйетін адамымыз бар, бірақ әлі жүрмейміз бірге. Ал сол сендерге сабақтарың бір әсер ете ме? Жоқ, махаббат деген көмектеседі бәріне. Мен ойымша режим болады адамда. Өз-өзіне қарай бастайсың, қалай киім тұрысына бәрін қарап жүресің. Ең бастысы жалған және шынайы махаббатты ажырата білу керек. Сол студенттерге айтармыз. Жалған махаббаттың артында сабақтар қалып жайына, өздері жайына кетіп жүрміз. Осы махаббат тақырыбы біздің университетте қандай рөл атқаратыны туралы не ойлайсыздар? Осы жастық шақ ең адамның өміріндегі ең қызықты шақ болып табылады. Сол қызықты шақта адам әрбір нәрсені білгісі келіп, көргісі келеді, ұстап, көріп, сезіп дегендей. Сондықтан махаббат сезімі бұл сезімдердің алдыңғы қатарында болып табылады. Сондықтан осы жастық шақта махаббат сезімінде болмау ол жастық шақта мүмкін емес. Сөйлегін сен қазақша үлгі болсын, сөзіңді тыңдағанда көңіл толсын үйде. Сәлем, сен өзің осы заманда қазақ тілі туралы не ойлайсың? Қазіргі кезде негізі қазақ тілі онша дамымаған меніңше. Бірақ та осы, мысалы біздің университетімізде осы саруар ұйымы біздің өзіміздің қазақ тілінің деңгейін көтеруге көмектеседі. Көне сөзді жинақтап сөзге қосқан, түсінбеген аңғарып санын соқсын үйде. Сен өзің осы кешке не мақсатпен келдің? Ең бірінші мақсатым ол осы сарауардың мүшесі болғандықтан өз достарыма көмектесіп, таймкипер болып. Осы пікірсайыс қалай өтті деп ойлайсың? Өте керемет өтті, ойыншылар деңгейі өте жоғары, бәрі ұнады. Менің қасымда саруар ұйымының төрағасы Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, осындай іс-шаралардың қажеттілігі неде? Біздің университетіміздің студенттерімізге бұндай шаралардың қажеті өте үлкен, себебі біз аптаның 5 күні ағылшын тілінде оқимыз, және де қазақ тілін ұмытуға бір үлкен себеп бар. Біз осы себепті алып тастауға және осы проблеманы шешуге талпынып жатырмыз. Осы біздің достарымызға жас ұйымына өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Осы біздің шақыруымызға келіп, бізбен бірге қатысып, бізбен бірге көңіл көтергеніне өте қуаныштымыз расында. Осы пікірсайыс сіз үшін қалай өтті? Пікірсайыс өте қызықты өтті. Оппозицияда, үкіметте өздерінің мынау белгіленген тақырыпта аша білді, өздерінің ой пікірлерін қорғай алды, және өздерінің болашақта интеллектуалдық элита болатынын осы дебат арқылы дәлелдей алды. Ал құрметті достар, осы кеште екі жас организацияның қазақ тіл деңгейін қазақ тілде қалай сөйлейтінін көрсетілді. Сау болыңыздар, сіздермен Ахметова Махаббат.